Мектеп оқушыларының жаздық каникулы қысқарып, оқу маусымы ұзару мүмкін. Оқу ағарту министрлігі тиісті бұйрықты қоғам талқысына шығарды. Құжатқа сәйкес, оқу жылының ұзақтығы бірінші сыныптарға 35 апта болса, екінші және 11 сынып оқушыларына 36 апта болып есептелген. Оқу жылы ішінде күзде 7 күн, қыс пен көктемде 9 күн демалыс қарастырылған. Яғни сабақ 2 апта бұрын немесе 2 апта кейін аяқталуы мүмкін. Педагогтардың айтуынша, оқу аптасының ұзаруы оқу жүктемесін азайтуға көмектеседі. Сондай-ақ жазғы демалыста білім алушылар 9 ай алған білімін жоғалтпауына септігін тигізеді. Бұл жаңашылдықты көп ата-ана қолдап отырған жоқ. Балалар миын тынықтырып, жаңа оқу жылына күш алу керек деп есептейді. Ата-аналардың қарсылығы ескерілмейтіні белгісіз. Ереже әзірге 2 тамызға дейін талқыланбақ. Статистикаға сүйенсек, қазақстандық оқушылар әлем елдері ішінде ең ұзақ демалады екен. Мысалы, Израильде демалыстың ұзақтығы 84 күн, Оңтүстік Кореяда 90 күн, Жапонияда 102 күн. Кей зерттеулер балалар ұзақ үзілістен кейін игерген материалдың 25%-ын ұмытатынын көрсеткен.